Сыннан көз ашпаған 91 тобы бұл жолы қуанышты жаңалығын жеткізсе, Төреғали жанжалдың дәл ортасында қалды. Бейтаныс біреулер дастарханды ішімдікке толтырған танымал әншінің суретін желіге жүктеп жіберген. Ал Төреғалидің бұл фотоға қатысты айтары бар екен. Ол осыдан 6 жыл, 7 жыл бұрын болған оқиғалар ма екен, қайда болған шын десем есімде де жоқ. Иә, жас болдым, мас болдым деп осындайда айтылса керек. Бүгінде ең танымал әншілердің тізіміне еніп үлгерген Төреғалидің әр әні хит, әр қадамы көпшілік назарынан тыс қалған емес. Десек те ғаламторда шарлаған мына суретке қарап, бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана деп отыр. Кейде өзіміздің білместікпен өзімізге жасалып қалған қастандығымыз шығар. Менен сүттен ақпын, судан тазамын деп айтпаймын. Кеседен басқаға ерін тимеген деп тағы да айтпаймын. Дегенмен бұл суретті желіге жүктеп әншінің абыройына нұқсан келтіріп, жұртқа таба қылғандарға Төрештің өз айтары бар. Ақсап қалған жерлерің, сүрініп қалған, шалынып қалған жерлерің өз жақсы өз табалауға бізге ыңғайлы өз. Сондықтан да енді өмірдің өз сабақ, оның бәрі қайталамауға тырысамыз. Сондай Ақбота Керімбекова да өз жайлы ғаламторда тараған ақпараттың ақиқатын айтты. Сүйінші, әнші қыздарыңыз жуырда 3-ші мәрте тұрмыс құруға қамданып жатыр. Тұрмысқа шығам берсе. Неге адам ары қарай өмір сүріп бақытты болмасқа? Мен солай ойлаймын. Бақытты болу үшін жар салудың қажеті жоқ деп ойлаймын, бірақ бәрібір де әйтеуір естіп қояды, әйтеуір қаяқтан болса да. Ақбота бұл жолы жұбайы жайлы жақ ашпады. Алайда тойдың күнін жақындаған сәтте ревью редакциясына бірінші болып қоңырау шалуға уәдесін берді. Серік Қазаязбаев, Ғани Қалуов, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары.